енем мен күйеуімнен аямай ұрыс естіп, көзі ісіп кетіп, сіздерге шыға алмай жатқан гүлімнен жалынды сәлем. Қайырлы күн, ютубер оқырмандар, қалайсыздар? Қалай, жалпы жағдайларыңыз қалай? Осы видеоны көрмес бұрын әрине бірінші подписка, лайк, комментарий жазып, мені бірінші қолдап кетулеріңізді сұраймын. Сіздерге неше күннен бері жоқ болып кетіп жатырмын. Оны көрген адам да бар, көрмеген адам да бар. Көріп, сіз жоқ болып кеттіңіз деп жатқандар да бар, штраф деп жазып жатқандар да бар. Және де бәріңізге де рахмет, мені солай іздеп жатқандарыңызға. Алдыңғы аптаға оралайық. Алдыңғы аптадан бері жоқ болуымның себебі өзімнің жағдайым болмай ауырып, білмеймін, мына ауа райы, күн біресе ысиды, біресе мұздайды. Сол себептен шығар, өзім шамалы грипповать етіп қалып, сонымен шыға алмай қалдым. Келесі аптаның басы әдемі басталып, басы ащы болса, аяғы тәтті болады деуші еді. Менікі наоборот, басы тәтті болып, аяғы ащы болды ма, в общем, бірдеңе болды. Негізі аптаның күні негізі вроде оң аяқпен тұрған сияқты едім, но бірақ неудачный дем болды десем болады мен үшін бүгін. Осыдан кейін енді қалта қарайтын боламын. Оны олай неге айтып отырғанымды қазір түсінетін боласыздар. Аптаның басы әдеттегідей балалардың таңертеңгісін киімдерін үтіктеп, балаларды садикке жібердім. Негізі түнде үтіктеп қоятын едім. Ол күні сондай күн болған шығар, солай таңертеңгісін балалардың киімін үтіктеп, сағат 8:30-9-ға таман балаларды садикке апарып тастадым. Аллаға шүкір, қызым садикке әдемі үйреніп, апайымен жақсы қарым-қатынаста екенін көзім жетті. Үйде спокойно отыратын боламын. Солай не керек, баламды садикке апарып тастап, үйге ұшып келіп, әдеттегідей үйдің тірліктеріне кірістім. Алдыңғы апта ауырғаным бар, ол себеп бір жағынан күн деген суып, жаман суық болып кетті. Сіздерде ондай болды ма? Қар жауған болып, салқын болып, жаман, енді қыс киімді шығаратындай болып кеттік қой, қара суық болып кетті десем болады. Мен өзім осындай погодада, күн салқын кезде, күннің ауа райы кезінде мен осындай сәтті аңсаймын. Соның бірі етті салық қойып, оны әдемілеп өз бабында пісіріп, суықта ет жеп отқанға не жетсін. Сондай күн аңсап отыратындардың бірімін. Солай әдеттегідей балалар садикке апарып тастағаннан кейін, үйде жан баласы болмағаннан кейін өзіңе ас та батпайды екен. Ас батпағаннан кейін қой құрсын деп тез-тез ыдыс-табақтарымды жудым да. Осы жерде менің айтып қояйын бір өнерім бар. Стиралканың қасына кір көрсем болды, мен кірге сала беретін адамдардың бірімін да. Ал менің сосын тағы бір әдетім, стиралкаға салатын кірдің қалтасын ешқашан қарамаймын. Қалай тұр, солай салып тастаймын. Өйткені стиралкаға тастаған адам қалтасын қарап өзі тастады деймін да. Сосын мен айтамын, өмір айтамын, күйеуіме де айтамын, стиралкаға киім тастайтын болсаң, қалтаңдағы заттарыңды өзің алып таста, мен қалта қарамаймын деп үнемі айтамын да. Ал сол зат менің осы шекеме қатты тиді десем болады. Солай кірлерді салып тастап, далаға жайып тастап, бүгін жолдасымда демалыс болғандықтан жолдасым тұрып, жүр кеттік, балалар садикте ғой, екеуміз кеттік, шығып қайтайық, жүрші, мен сенің қалаған нәрсеңді алып берейін деген ғой. Сонымен мен бүгін қалаған нәрсем, арманым орындалатын болды деп солай көкке ұшқандай болып, үйден өзімше красавица болып дайындалып, асықпай шашымды үтіктеп, қасымды да бояп, өзімше асықпай боянып шықтым. Боянып шыққанымды қайтейін, но бірақ сол сәтте қызықтың бәрі басталды. Не керек, күйеуімді, жолдасымда киініп алған, мен де киініп алғанмын. Үйдегі машинамен шығып бара жатырып, содан кейін өзінің жұмыс машинасы бар ғой. Содан жұмыс машинасының ішінде бір зарядка ма бірдеңе алатын болды да, сонымен маған кілт таппай қалды да, содан мен де таппаймын, ол да таппайды. Сөйтсе айтады да, кешегі менің жұмысқа киіп келген киім қайда, соның қалтасында болу керек дейді. Сөйтсе мен ол кірді жуып, киімді жуып далаға іліп қойғанмын. Сөйтіп далада қараса, машинаның кілті стиралкамен жуылып шыққан. Еще андай просто бүйтіп тыға салатын кілт емес қой, ол андай, қалай айтсам болады, енді түсінетіндер түсінетін шығар. Суға түсіп кеткен, ол ішіне су кіріп, вообще істемей қалған, вообще істемейді, қосылмайды, тыңқ етпейді, кілт қой, міне, сонымен не керек? Сосын жолдасым айтты, жүр кет дегенде мына кілтті оңдатып келейік, сосын әрі қарай шығып келерміз дейді. Ну ладно деп шығып келдік. Бір талай кілт істейтін жерлерге барып ешқайсы істей алмайтыннан кейін, содан кейін үйге шақырудан басқа амал болмады. Солай күйеуімнен оңдырмай ұрыс естідім, енем де ұрысты. Көк ала көк тарға қойып ұрысқанға боламын деген жаман жылауықтардың қатарынамын. Сонымен жаман менің андай жыласам, басыма қатты нагрузка салсам, басым ауырып, давлением көтеріп кетеді.
жасайтыны бар. сонымен ойбай деп қой құрсын ендігімді басып өзіме өзім келіп шайымды ішіп сонымен манағы аппарат жасайтын кілт жасайтын кісі үйге келіп солай нефтема өзім шықпасам да 60 мың теңге құртқандай болып сол сәтте қалтаны қарай салып кілтті ала салғанда бұндай жағдай болмас па еді. сол кезде сіздерге әдемі настроениемен видео салып сіздерді де қуантып өзімді де қуантар едім дедім. Жарайды енді солай болайын деп тұрған шығар деп күйеуім мен кешірім сұрап ол кешірім сұрап осылай татуластықтың артын осылай мен тамақ ішпегем осылай заказ беріп тамақ іштік.